Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге бренд тортқа айналған Whoopie Pie'дің рецептімен бөлісетін боламын. Торттың формасын ерекше жүрек ретінде жасадым. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып, үстіне қант қосып, жақсылап көпіріп, ағарғанға дейін миксерлейміз. Жұмыртқалы массамызды көбірек миксерлеген сайын ол формасы одан сайын үлкейе бастайды. Мінекей 3-4 минуттың ішінде жұмыртқалы массамыз көлемі 2 есе ұлғайып, әппақ болып көпірді. Енді үстіне жұмсақ майымызбен шоколадты микроволновкаға ерітіп аламыз, немесе водяной баняда ерітіп алып жұмыртқалы массамызға құю керек. Шоколадты толықтай суытып алғандарыңыз жөн, себебі ыстық күйінде құя салсаңыздар, жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Енді құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. Мен мына ыдысқа ұн, какао қопсытқышты қосып араластырып, барлығын бірақ қоса салдым. Массамызды миксерлемес бұрын осылай қолымызбен араластырып алу қажет. Сонда бізде жаңағы ұндарымыз жан-жаққа шашырамайтын болады. Қамырымыз дайын, енді пергамент қағазын дайындаймыз. Мен тефлоновый қағаз осындай қолданамын. Ол многоразовый, бірнеше рет қолданғанға жақсы. Осындай жүрекшен формасын қиып алдым. Және де осылайдан пергаментке карандашпен сызып шығамыз. Әр коржға 4 ас қасықтан құйдым. Менде корждар 4 корж шықты. 180 градус қызып тұрған пеште әрбір коржымызды 10 минуттай пісіріп шығамыз. Менде 4 корж шықты. Корждар жайылып пісіп кеткендіктен осындай жаңағы формамызды алып, шет жақтарын түзулеп кесіп шығамыз. Сол кезде әрбір коржымыз бірдей болып, мінсіз түзу болып шығады. Ал енді кремімізді дайындайық. Ол үшін бізге 33% салқын сливки және үстіне сахарная пудра қосып, және де творожный сырмен жақсылап миксерлейміз. Творожный сыр мен сливкиміз өте салқын температурада болу керек. Кемінде холодильникте 1 күннен кем тұрмау керек. Креміміз идеальны мінсіз болып шығу үшін сливкилерді баяу жылдамдықтан миксерлей бастап, жылдамдығын біртіндеп көтеріп, осындай қою болғанға дейін миксерлеу керек. Креміміз дайын, корждарымыз суыды. Осындай насадкамен кондитерский мешокқа жасаған дұрыс, бірақ менде кондитерский мешок болмағандықтан қарапайым салафанмен жасай беретін боламын. Егер де насадка болмаса, осындай салафан басын ұшын кесіп тастап, сала беруге болады кремді. Видеода көрсетілгендей, томалақ етіп шет жақтарына жағып шығамыз. Шет жақтарын домалақтап болған соң, қалып қойған кремді ортасына тегістеп жағып шығу керек. Енді келесі коржды алып, дәл осылайынан барлығын 4 коржды да жинап шығамыз.
корждарды жинап болдық. Енді үстіне шоколадты ганаш құямыз. Ол үшін осындай азғантай ғана шоколад жеткілікті. Сол шоколадқа сүт қосып, ертіп алып, үстінен құйып шығамыз. Тортымыз дайын. Енді үстіне қалауларыңызша безендіруге болады. Мен құлпынайлармен безендіретін боламын. Шет жақтарына құлпынай, ортасына шоколадтар қойып безендіремін. Меніңше өте әдемі, өте аппетитті шығатын сияқты. Достар, менің каналыма тіркеліп, ұнаса лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің YouTube каналымға ғана емес, Instagram парақшама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Instagram парақшасын осы оң жақ шетінде белгілеп кеттім. Осындай әдемі опипаймыз ерекше болып шықты. Жүрекше формасында жасап көріңіздер.